Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге past continuous тақырыбын түсіндіретін боламын. Видеоны бастамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, сол кезде сіздердің парақшаларыңыздан жоғалып кетпейтін боламын. Сонымен past continuous дегеніміз қазақша өткен созылыңқы шақ дегенді білдіреді. Past continuous өткен уақытта белгілі уақыт аралығында болған іс-әрекеттерді айтқанда қолданылады. Ал енді жасалу жолдарына тоқталайық. Ең алдымен болымды сөйлем. Subject зат есім қосылған was, were, қосамыз verb етістік және оған ing. Бұл жерден байқайтынымыз past continuous'тың көмекші етістігі was және were етістіктері. Was жекеше түрге, were көпше түрлерге қолданылады. Мысалыға, at 4 o'clock yesterday I was playing. Мен кеше сағат 4-те ойнап жүрген болатынмын. Келесі сұраулы сөйлемнің жасалу жолына тоқталайық. Was және were етістіктері subject'тың алдына шығып кетеді. Содан соң subject, содан соң verb және verbке ing жалғауын жалғаймыз. Мысалыға, were you playing at 2 o'clock yesterday? Кеше сен сағат 2-де ойнадың ба? Деп сұрап тұр. Келесі болымсыз сөйлем. Болымсыз сөйлемде subject қосамыз was, were көмекші етістіктері. Болымсыз сөйлем болғандықтан содан соң not қосылады. Содан соң verb етістік, етістікке ing жалғауын жалғаймыз. Ал енді мысал құрап көрейік. I wasn't playing at 2 o'clock yesterday. Мен кеше сағат 2-де ойнап жатқан жоқ едім, деп аударылады. Бұл жерден байқайтынымыз was not толық нұсқасы, wasn't қысқартылған нұсқасы, were not толық нұсқасы, weren't қысқартылған нұсқасы. Бұл екеуі де бір мағынаны білдіреді. Осымен бүгінгі біздің видео сабағымыз аяқталды. Видео түсінікті болды деп ойлаймын. Ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар менің Instagram парақшама жазылуды ұмытпаңыздар.